Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл салмақты сұхбат балалармен бағдарламасы. Менің есімім Жансая. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қабыланды Аянат. Қош келдің, Аянат. Қош көрдік. Менің сауалдарыма шынайы әрі нақты жауап берем деп уәде бересің бе? Әрине. Жаңа оқу жылы жақындап қалды. Сабаққа дайындығың қалай? Жаңа сабақтарды оқып үйрендің бе? Я енді үйреніп бастадым. Мектепте қандай пәнді ұнатасың? Сүйіп оқитын пәнің қандай? Математика, алгебра. Сабақтан қашқан кезің болды ма бір? Ұнамайтын бір сабақтан? Әрине. Қандай сабақтан қашқасың? Көркем еңбек. Не үшін қашқасың? Класс болып қашамыз деп өзіміз ойластырдық, біздің ұнамайтын сабағымыз еді, қаштық, сосын по-любому ұстап қалдық. Министр деген қандай адам сенің ойыңша? Министр білмеймін мен. Оқу ағарту министрінің аты жөнін білесің бе жалпы? Ол кісіні танисың ба? Танымайды екен. Танымасаң мен саған айтайын. Ол кісінің аты жөні Асхат Аймағамбетов. Келесіде білетін боласың. Министрдің қабылдауында болсаң, мектепке оқуға қандай ұсыныстар айтар едің? Жаңа мектеп салуды. Болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді және не үшін болғың келеді, немен айналысқың келеді? Медик болғым келеді. Не үшін? Өзім үшін білмеймін, өзіме ұнайды медик болған. Өзіңнің класстастарыңа, достарыңа, замандастарыңа қандай тілек айтқың келеді? Аман болсыншы. Солармен өткен қызық өмір. Аянат, сізге көп рахмет біздің бағдарламамызға қатысқаныңызға. Біздің бағдарламамыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.